Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қызық ертегі. Балалар, бүгінгі сабақта тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беруге үйренеміз. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен танысайық. Сараң жадный, тапқыр находчивый, тақия тюбетейка. Қайталаймыз. Сараң, тапқыр, тақия. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Занесите новые слова в словарь и запомните их. Есте сақтайық. Балалар, етістіктің жіктік жалғауын қайталаймыз. Ребята, давайте повторим личные окончания глаголов. Бірінші жақ мен тіктім. Екінші жақ сен тіктің, ты шил. Сіз тіктіңіз, вы шили. Ол тікті, он шил. Личные окончания глаголов. Жіктік жалғау. М, ңыз. Үшінші жақта жіктік жалғау жоқ. В третьем лице нет личного окончания у глаголов. Т – это суффикс, который образует прошедшее время глагола. Ол тікті, он шил. Или она шила. Анель тікті, анель шила. Мысалы, тігінші тақия тікті. Портной шил тюбетейку. Тақия – новое слово. Алдар көсе, тапқыр, находчивый. Бай, сараң, бай, скупой. Балалар, жүктік жалғауды есте сақтаңдар. Ребята, запомните личные окончания глаголов. Тыңда, қайтала, оқы. Балалар, мәтінді тыңдаймыз, бірге оқимыз. Алдар көсе, тігінші. Сараңбай алдар көсеге, он тақия тік деді. Скупой бай приказал алдар көсе шить 10 тюбетеек из маленького лоскутка ткани. Алдар көсе, он тақия тікті. Бай тақияларды киді. Тақия байдың басына кішкентай болды. Бай ренжіді. Бай сараң, алдар көсе тапқыр. Жақсы балалар, видеоны тоқтатып, тағы бір мәрте оқыңыздар. Ребята, можете приостановить видео, еще раз прочитать по учебнику текст и попробуйте сами перевести. В словаре есть все слова. Ренжіді. Мы проходили это слово на предыдущем уроке. Сараң, тапқыр. Это новые слова этого урока. Жақсы балалар, бұл ертегі. Бұл мәтіннің жанры ертегі. Ребята, это у нас сказка. Жақсы балалар. Ал енді балалар, мәтінді түсініп оқсақ, келесі сұрақтарға жауап беріп көрейік. Балалар, сараң бай не деді? Что сказал скупой бай? Алдар көсе не істеді? Что сделал алдар көсе? Бай не істеді? Тақиялар қандай? Сұрақтарға жауап беріп көріңдер, ойланыңдар. Подумайте и ответьте на эти вопросы. Ал енді тексерейік. Сараңбай не деді? Сараңбай он тақия тік деді. Алдар көсе не істеді? Алдар көсе он тақия тікті. Бай не істеді? Бай тақияларды киді. Одел тюбетейки. Тақиялар қандай? Тақиялар кішкентай. Балалар,
сіздер де осылай жауап берді деп ойлаймын. Я думаю, что вы тоже так ответили на эти вопросы. Келесі тапсырма, салыстыр, сравни. Алдар көсе қандай? Бай қандай балалар? Ойланыңдар. Подумайте. Иә, алдар көсе бізде қандай балалар? Алдар көсе тапқыр, находчивый. Бай қандай? Бай сараң, скупой. Запомним эти слова прилагательные, ребята. Тапқыр, находчивый, сараң, скупой. Жазылым. Балалар, дәптерлеріңізді ашыңыздар, бүгінгі күнді жазыңыздар. Екінші тапсырма. Сөйлемді толықтырып жазыңыздар. Ребята, вам нужно дополнить предложение по тексту. Это задание письменное выполняем в тетради. Айтылым, говорение. Төртінші тапсырма. Алдар көсе тігінші мультфильмы туралы диалогты толықтыр. Ребята, вам нужно дополнить диалог про мультфильм Алдар көсе тігінші. Сен қандай мультфильм көрдің? Мен Алдар көсе тігінші мультфильмін көрдім. Бұл мультфильм не туралы? Бай қандай? Алдар көсе қандай? Саған мультфильм ұнады ма? Ребята, это задание выполняйте устно. Отправляйте голосовым сообщением учителю. Қорытынды. Кел жаттығайық. Сараң, сараң, сараң бай, жан жағына қарандай. Тақия симай қор болды, көздің жасы көл болды. Ребята, это стихотворение выразительно читать. Ребята, есте сақтайық, давайте запомним. Алдар көсе тақия тікті. Бай тақияны киді. Бай ренжіді. Ол сараң. Алдар көсе тапқыр. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.